Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын және де өте пайдалы көкөністерден жасалатын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен сабызымызды теркадан өткізіп, ыдысымызға барлығын жинап аламыз. Келесі бізде осындай шампиньондарымызды тек ортасынан бөліп, оны да салатымыздың үстіне саламыз. Келесі бізде черри помидорлары. Черри помидордың орнына кәдімгі помидор қоссаңыздар да болады. Оны да саламыз. Одан кейін укробымызды орташа қылып турап, укробымызды салып, және де бір кішіректеу пиязымызды ұзынша етіп турап, оны да ыдысымызға салып, алдын ала пісіріп алған брокколимізді және де горошкымызды салып, үстіне дәміне қарай тұз және де қызыл ащы бұрышымыздан бір қасық, одан кейін приправасынан бір шай қасық салып, қызып тұрған майымызды үстіне құйып, жақсылап араластырып аламыз. Міне қыздар, біздің салатымыз дайын болды. Қыздар, видео ұнаса, маған лайк басып, комментария қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.